Бүгінгі сабақта біз брик операторын қолдануды қарастырамыз. Жалпы брик операторы ол циклды басқару, ол циклды тоқтатады, яғни үзіліс жасау. Жалпы брик операторы for және while операторларында да қолданылады. Енді осы брик операторындағы мысалды қарастырайық. Мысалы, бізге сандар тізбегі берілген. Егер осы сандар тізбегінің ішінде 0 саны кездессе, онда программа тоқтау керек, және осы 0 тізбектің ішіндегі нешінші индексте орналасқанын табу керек. Яғни программа 0-ді көрсе тоқтайды, және ол 0 нешінші индексте тұрғанын табу керек. Енді программасы кітапта берілген, енді біз қазір қарастырайық. Бірінші біз қандайда бір n деген санды енгіземіз. Және оның индексін меншіктейтін p деген айнымалы болсын. Осы n деген санның p деген индексін меншіктейтін p деген айнымалы болсын, және осы айнымалының бастапқы мәнін 0 деп аламыз. Ары қарай циклды ашамыз. For I in range. Бізде range аралық бірден, бастапқы мән бірден n-ға дейін деп аламыз. n плюс 1 деп алайық. Әрі қарай біз x деген қандайда бір айнымалына енгіземіз. Енді осы айнымалыда енгізген сандар енгіземіз ғой. Осы сандарымыз 0-ді қабылдаса, егер 0-ді қабылдап қалса, деген шартты жазамыз. X қабылдаған мәні 0-ге тең болса, онда бізде индекс, яғни p меншіктейді I қадамды. Яғни ол 0-ді санды қабылдаған кезде нешінші индексте қабылдап тұрғанын осы жерден табатын болады, және программа тоқтайды. Бұл бізде брик операторын қолданамыз. Брик арқылы программа тоқтайды, ал нәтижені p-ға шығарамыз. Ал енді программа нәтижесін көрейік. Оқулық бойынша берейік. Мысалы, бізде n тең болады 5. 5 деген сан 4, 8, 0. 4, 8, 0. 0. Міне бізде программа тоқтады, және 0-ші цифр бұл бізде 3-ші индексте орналасқан туралы нәтижені экранға шығарды.